Қазақ тілі латын әліпбиіне 2018 жылдан бастап көше бастады. Әлде көшіп жатыр. Алайда қашан көшіп бітетіні белгісіз. Тезірек көшкенін біз Қазаграммар жобасының авторлары асыға күтеміз. Өзіңіз білетіндей, біздің жобамыз латын әліпбиіне көп көңіл бөлген. Өз нұсқамызды құрастырып, халыққа таратып, түсіндіріп, тіпті үкіметке де ұсынған едік. Үкіметтегілер жобамызға құлақ аспағанмен, оны оқырмандарымыздың белгілі бір бөлігі ұнатып қалған еді. Соған қарағанда жұрт арасында азды көпті қолдау бар енді. Ал әліпбиге қатысты ұсыныстарымызды жауапты кісілер әлде қарастырар деп үміттенеміз. Дегенмен бұл видеомыз болашақ латын әліпбиі емес, бұрынғы латын хақында болмақ. Латын жолы қалай басталғанын талдап, оның қазіргі латын нұсқаларына қалай әсер еткенін көрсетеміз. Видеода КСРО кезеңіндегі латын нұсқалары мен Қытай қазақтары қолданған пінyin латынын қарастырамыз. Ондай латында болған. Қазақ тілінде латын әліпбиі 1929-1940 жылдар аралығында ресми түрде қолданылғанын білетін боларсыз. Ескі латын әліпбиі қазақша жаңа әліп, орысша янолиф деп аталған. Ғұмыры қысқа әліпби болса да, ол қазіргі емлеміздің іргетасын қалап кеткен еді. Алайда латын әліпбиі жай ғана жаңа емле құрастыру болмаған. Латын графикасын енгізу қазақ тілінің құрылымына түбегейлі өзгерістер әкелген бастама, яғни ауқымды тіл реформасы болған. Бұл құбылыстың маңызын тіпті ұжымдастыру, ашаршылық, соғыс және Семей полигонының зардабымен қатар қоюға болар еді. Неге екені видео барысында түсінікті болады деп ойлаймыз. Ендеше сол замандағы қазақ тілін латынға көшіру не үшін маңызды болды деген сұрақтан бастайық. Әр нәрсенің идеологиялық және саяси астары бар демекші, сол тұрғыдан қарап көрейік. КСРО-ның бастапқы жылдары Ленин бастаған бәлшебектер, яғни коммунистер, бүкіл славян емес халықтардың жазуын латын әліпбиіне көшіруді көздеген. Бұл жергіліктендіру саясаты деп аталатын үдерістің бір бөлігі болған. Әуелде бәлшебектер Ресей империясының мұрасынан арылып, салиқалы сарабдал антиимпериалистік бағыт ұстанғысы келген. Соған сәйкес империяның қанауынан зардап шеккен ұлттарға жаңа дем береміз деп, оларды латынға көшіруді ұйғарады. Коммунизмнің майталмандары бүкіл әлемде революция орнап, бәріміз ортақ тілге көшеміз деп ойлаған. Ал сол тілге кириллден гөрі латын әліпбиі әлде қайда қолайлы деп санаған. Ақыр соңында тіпті орыс тілінде латынға ауыстырамыз деп қиялдаған. Бірақ әуелі шағын ұлттарға эксперимент жасап көрейік деген болса керек. Кирилл әліпбиінің православ христиан дінімен байланысты болғаны да бәлшебектердің атеистік идеологиясына қарама-қайшы келген. Содан не керек? Осындай ізгі атеистік ниетпен исламның ықпалын азайту үшін араб жазуын қолданатын түркі халықтарында латынға көшіре бастаған. Түркі халықтарынан бөлек жазба дәстүрі жоқ шағын этностарды да босқа отырмасын деп латынға ала кеткен. Бұның тағы бір себебі латынға жаппай көшіру арқылы сауатсыздықты жойып, коммунизм идеяларын бұқара арасында барынша таратып, бәлшебектердің билігін нығайту болған. Нәтижесінде 1923-1939 жылдар аралығында совет ғалымдары күні-түні әріптерді ары-бері төңкеріп, 50-ден астам тілге латын әліпбиін әзірлеп шыққан. Соның арасында қазақ ғалымдары да трендтен қалыспаған. Олар 1929 жылға дейін түрлі нұсқаларды құрастырып ұсынған. Тіл мамандары арасындағы әліпби, емле және оны реформалауға байланысты пікірталас алғашқыда Дала уәлаяты, Айғап, Қазақ газеті беттерінен көрініс тапса, 1920 жылдан бастап Еңбекші Қазақ, Жаршы, Жаңа мектеп газеттерінде де жарияланып жатты. Осы басылымдардың арасында Еңбекші Қазақ газетінің орны ерекше болды. Газетте әліпбиге байланысты көзқарастарын жариялап отырған қазақ зиялылары бір жағынан латыншылдар, екінші жағынан арабшылдар яки қазақшылдар деген топқа бөлінді. Олардың 100-деген мақаласы жарық көрді. Латыншылдардың жобасын осы видеода талқылаймыз, ал арабшылдарды төте жазу туралы бөлек видеода қарастырамыз. Дегенмен қысқаша айтсақ, Ахмет Байтұрсынұлы, Жүсіпбек Аймауытов сынды алаштың атпал тұлғалары латынға қарсы болған. Ал Халел Досмұхамедұлы латынға қарсы болса да, жоғардан тапсырыс кеп тұрған соң, неге шамалап жасап көрмеске деп ұйғарған. Нақты Ахмет Байтұрсынұлының қарсы болу себебі әлдебір әсіредіншілдіктен, я араб мәдениетіне деген сүйіспеншіліктен болған деп ойлап қалмаңыз. Латынға қарсы болу себебі қарапайым. төте жазуға үйренісіп кеттік, ал латынға көшудің шығыны мен машақаты көп.
Дегенмен 1926 жылы ақпан мен наурыз айларында Баку қаласында өткен бүкіл одақтық бірінші түркологиялық съезде латыншылар мен арабшылар жойқын пікірталасқа түскен. Марвелдің бүкіл суперқаһармандары тәрізді алапат идеологиялық текетірес сол жерде болған еді. Съезге қатысушы латыншылар араб әліппесінің түркі халықтары үшін қолайсыздығын, араб қаріптердің жазу мәшіңкесіне орналастыру қиындығын айтса, арабшылар латыншыларды орыс жолына, миссионерлердің жолына түсушілер деп кінәлаған. Яғни қазіргі Қазақстандағы даудамай 100 жыл бұрында болған. Тарих қайталанады деген осы емес пе? Бірақ өзіңіз білетіндей сұрапыл коммунистер бүкіл әлемде революция жасау үшін әліпби тұрмақ, адамзатты да құрбан етуге дайын еді. Сондықтан 1920 жылдардың соңында латын науқаны қарқынды түрде басталып кетті. Ғалымдар ұсынған әліпбилер. Нәзір Төреғұловтың жобасы. Қазақ тілінің латын графикасы негізіндегі әліпби жүйесін алғаш рет дарынды дипломат Нәзір Төреғұлов жасап шыққан болатын. Ол өз жобасын 1924 жылы Мәскеу қаласында жаңа әліпби неге керек деген кітабында таныстырады. Әліпбиге дауысты дыбыстардың жіңішке нұсқаларын ажырату үшін дәйекше белгісі қосылған. Мысалы, сал және сәл деген сөздер былай жазылса, ұн мен үн былай жазылған. Кірме сөздер арқылы енген ф, ч дыбыстарына әріп арнайды. Мысалы, философия және чемпион сөздері былай жазылған. Тағы бір ерекшелігі фонемасы әріп арқылы таңбаланған. Ол заман тіпті әліпби жағынан да хардкор болған. Автор сонымен қатар дауысты у мен дауыссыз уды ажыратып, екеуіне екі бөлек таңба берген. Мұндайды қазір елестету өте қиын болғанмен, бұл шешімнің қисыны болған. Автор осы арқылы қазақтың төл сөздері мен кірме сөздерді айыру қолайлы болады деп пайымдаған болса керек. Нәзір Төреғұловтың әліпби нұсқасын мына үзіндіден оқып көрсеңіз болады. Байқасаңыз, ш фонемасын латынның си таңбасы арқылы беруді алғаш рет осы кісі ұсынған. Кейін бұл идея 1929 жылғы ақырғы латын әліпбиінде де көрініс тапқан. Жалпы сол кездегі ғалымдардың көбі ш фонемасын си деп белгілеуді қолдаған. Бұл тұрғыдан қазақ граммар латын нұсқасын сол замандағы трендтің жалғастырушысы десек болады. Жалғыз жалғастырушысы. Өйткені 2021 жылы шыққан соңғы ресми нұсқада латынның си таңбасы мүлде жоқ. Бос жатқан әдемі әріпті неге қолданбағандары бізге қисынсыз көрінеді. 20 ғасырға оралайық. Халел Досмұхамедұлының жобасы. 1924 жылдың басында Халел Досмұхамедұлы да бір жоба ұсынады. Әліпби Ақ Жол газетінің мамырдың 15 күні шыққан санында жарияланған. Жобаның басты ерекшелігі дәйекше және ч фонемасын TSH диграфы арқылы таңбалау, ал х фонемасын CH диграфы арқылы беру. Бұл жерде Халел Досмұхамедұлының неміс тілін жақсы білгенінде ықпал етіп кеткен сияқты. Мұхтар Мырзаұлының жобасы. 1924 жылы Алаш қайраткерлерінің бірі Мұхтар Мырзаұлы өз жобасын ұсынады. Ол әліпбидің үйренуге жеңіл, қолдануға қолайлы болуын көздеген. Автор қазақ тілі дыбыстарының жуан жіңішке болып жұпқырауын негізгі шарттардың бірі ретінде алған. Ал 1927 жылғы жаңа әліпби жолында атты кітабында жаңартылған жобасын ұсынады. Әбдірахман Байділдаұлының жобасы. 1927 жылы әдебиетші Әбдірахман Байділдаұлы жаңа әліпби туралы деген кітабында Мәскеу қаласындағы латыншылдар ұйымының ұсынған жобасын көрсетеді. Бұл жоба 27 әріп бір дәйекшеден құралған еді. Әліпбиде қазақ тілінің дауысты дыбыстары, олардың жіңішке нұсқалары дәйекше арқылы ажыратылды. Мысалы, ана және ән сөздері былай жазылған. Сондай-ақ бұл жобада таңбасы және фонемаларын белгілеу үшін қолданылды. Мысалы, ыдыс сөзі былай жазылса, сабырмен байқа деген тіркес былай жазылған. Телжан Шонанұлының жобасы. 1927 жылы Тілші газетінде тілтанушы Телжан Шонанұлының әліпби жобасы жарияланады. Ол өз нұсқасында бас әріптерді қолданбайды. Өйткені ол кезде тағы бір идея текетіресі жүріп жатқан еді. Ғалымдардың бір тобы бас әріп керек десе, екіншілері бас әріп керек емес деген пікірде болды. Ал үшіншілері бас десе құлақ деп жатты.
Қазіргі заман тұрғысынан бұл біртүрлі болуы мүмкін, бірақ сол заманда бас әріп пен кіші әріпті ажыратудың екі мәселесі болған. Біріншіден, сауаты жоқ жұрт көп. Оларға бас әріпті бір бөлек, кіші әріпті бір бөлек түсіндіріп, миын тақтай қылып жібермейміз бе деген уайым болған. Екіншіден, баспа мәшіңкесінде жазған кезде бас әріпке бір батырма, кіші әріпке тағы бір батырма жасауымыз қажет. Оның бәріне сиямен қағаз шақ келе ме деген тағы бір уайым болған. Ақыры бас әріптің жақтастары бас әріпті қолдануға сүбелі дәйектер айтады. Бас әріп бар болса, мәтінді оқыған кезде көзге қолайлы, адам есімдері мен жер су атауларын бірден көзбен ажыратып отыра аламыз деп көндірген. Бас әріппен бас қатыруға қарсы болған Телжан Шонанұлына оралайық. Ол өз әліпби жобасын 16 түркітілдес ұлттың әліпбиімен салыстыра әзірленгенін баяндай отырып, ғалым әліпби жасаудағы негізгі принциптерді атап өтеді. Телжан Шонанұлы ұсынған бір дыбыс, бір таңба деген принцип әлі өзекті, және қазіргі тіл мамандарының көбі осы ережені сақтауға тырысады. Қазақ ғалымдарының бірлесіп жасаған жобасы. 1928 жылы Әзірбайжанның астанасы Баку қаласында бүкіл түркітілдес халықтардың әліпби жобаларын сараптауға арналған конференция өтеді. Конференцияға Қазақстан атынан барған Ораз Жандосов 1928 жылға дейін қабылданған жобалардың авторлары бірлесіп жасаған әліпби жүйесін таныстырады. Әліпбиді құрастыруға қатысқан ғалымдар Әбдірахман Байділдаұлы, Телжан Шонанұлы, Ілияс Қабылұлы, Ілияс Жансүгірұлы және Шаймардан Тоқжігітұлы болатын. Біз күтпеген қалап деп осыны айт. Жобаның басты ерекшеліктерін айта кетейік. Жобада дауыссыз Қ, К, Ғ, Г дыбыстарына және дауысты дыбыстардың жіңішке нұсқаларына жеке-жеке таңба арналады. Ал дауысты жіңішке Ә дыбысы арнайы таңба арқылы белгіленбейді. Ә фонемасын арнайы жеке таңбамен белгілеу қазақ зиялы топ өкілдерінің арасында бөлек талқыланады. Көпшілігі Еуропа стандартына сай келетін Ә таңбасын ұсынады. Бірақ бұл таңба бүкіл түркі халықтар үшін қолайластырған әліпби жүйесіне сәйкес келмейтіндіктен ақыры Ә таңбасы бекітіледі. Сонымен әліпби жүйелерін салыстыра келе қазақ тілінің төл дыбыстарын бейнелейтін 29 таңба таңдалады. Осыдан кейін ресми түрде барлық мерзімді басылым беттерінде қазақтың жаңа әліпби жүйесі жарияланып, ол жаңа әліптің алғашқы нұсқасына ұласады. 1929 жылы қабылданған әліпби. 1929 жылы ақырғы Final 1.0 нұсқа қабылданады. Бұл жобада қазақ тілінің өзіне тән 9 дауысты мен 17 дауыссыз дыбысына 29 әріп арналады. Қабылданған әліпбидің артықшылығы: бір дыбыс, бір әріп принципі қатаң сақталды. Түркі халықтарын қолайластырған ортақ принципке негізделді. Оқуға қолайлы, жазуға оңай, барынша қарапайым болды. Мына таңбаны санамағанда. Кірме әріптер жоқ, Құдайға шүкір. Жол асты, жол үсті белгілері жоқ, екесе Құдайға шүкір. Әліпбидің кемшіліктері де болған. Ә, Ö, Ы, Ғ дыбыстарының белгілері латын стандартына сәйкес алынбаған. Сонымен латын әліпбиіне көшкеннен кейін басы шешілмеген бірнеше мәселе туындады. Олар бас әріп мәселесі, шылаулардың жазылуы, кейбір әріптердің жазылуы, сөздердің бірге және бөлек жазылуы тәрізді мәселелер. Бірақ ең басты мәселе орыс сөздерінің орфографиясын келтіру болды. Бұл кезеңде орыс тілінен енген сөздер әртүрлі тұрпатта жазылатын. Сондықтан 1938 жылы әліпби мен емлеге бірқатар өзгеріс енгізіледі. Орыс тілінен енген сөздер түпнұсқаға негізделе бастады. Осы жылдардан бастап қазақ әліпбиіне В, Ф, Х әріптері қосылып, кейіннен олардың саны екі есе көбейіп кетеді. 1938 жылғы реформа. 1938 жылы жаңа әліптің ақырғы Final 1.1 нұсқасы қабылданады. 1929 жылы қабылданған әліпбидегі мәселелерді шешу үшін Қазақ СССР-ның шенеуніктері 1938 жылы 1 қаңтардан бастап қазақ әліппесі мен орфографиясын біраз өзгерту туралы қаулы жариялайды. Бұл қаулыда қазақ тілінің емле кодексіне біраз өзгерістер мен толықтырулар енгізілген. Қаулыда мынандай тармақтар болған. Осы тармақтарға өзгеріс енгізгеннен кейін орыс тілінен кірген сөздер фонетикалық принциппен емес, түпнұсқаға жақындық принципіне сай жазыла бастады.
Жақсы бастап келе жатыр едік. Неге әліпбиді орыс тілінің емлесіне жақындата бастадық деген сұрақ туындайды. Соны түсіндіріп көрейік. 1920 жылдары бүкіл ұлттарға бостандық әкелеміз деп бастаған коммунизм жобасының жетекшілері 1930 жылдары бұл азат етілген ұлттар өздеріне кедергі жасап жатқанын түсінеді. Өйткені олардың ұлттық санасы күшейіп, Мәскеуге бағынбай кетуі мүмкін деп ойлайды. Қазақ СССР-ында қазақ тілін дамытамыз деп жүріп, орыс тілі дұрыс оқытылмай қалып жатады. Ал одақтағы басқа республикаларда орыс тілінің жағдайы қазақтардан да нашар болатын деседі. Нәтижесінде орысша білмейтін мұндай коммунистер Мәскеуге оқуға түсе алмайды ғой. Әркім әр тілде сөйлеп, абыр-сабыр боп қалмаймыз ба деп Мәскеудегілер жергіліктендіру саясатын доғара бастайды. Оған қоса ар жақта немістер күшейіп, Чехия мен Польшаға сес көрсетіп жатады. Мұндай қарбаласта барлық ұлттарды бір тілге көшірсек, басқару әлдеқайда оңай болмақ деп шешеді. Ақыры Сталин билікті бір орталыққа жинақтаған қолайлырақ екенін түсінеді. Бұл қарапайым маркетинг стратегиясы болатын. Әуелі арзан бағаға тариф ұсынасың да, клиент тарифке қосылған соң бағаларды біртіндеп көтере бересің. КСРО-дағы ұлттар да арзан тарифке алданып қалды десек болады. Латын әліпбиін орыс тілінің емлесіне жақындату осы аталған саяси құбылыстардың бір салдары болатын. Енді әліпбиге оралатын болсақ, ондағы бірнеше елеулі өзгерісті атап өткен жөн болады. 1938 жылы оған Х фонемасының таңбасы енгізілді. Соған сәйкес 1938 жылға дейінгі әліпбиде сөздің жуан жіңішкелігіне байланысты өзгеріп жазылып жүрген сөздер 1938-ден бастап түпнұсқа принципімен жазыла бастады. Бұрын Қ арқылы жазылып жүрген кірме сөздер Х арқылы жазыла бастағанда қалай өзгергеніне назар аударыңыз. Қалқоз орнына колхоз, қимия орнына химия, хлор орнына хлор келді. Бір сәтке елестетіп көріңізші. Егер 1938 жылы совет данышпандары осы өзгерісті жасамағанда, яғни кірме сөздерді фонетикалық тұрғыдан бейімдеу принципін алып тастамағанда, қазіргі қазақ тілі қандай болар еді? Қ мен ә дыбыстарынан ұялу сезіміміз әлде болар ма еді? Ең құрығанда басқа бір альтернатив ғаламда қазақ тілінің кірме элементтерді өз құдіретіне бағындыру қасиеті сақталып, өз тілінен ұялмайтын қазақ қоғамы дамып жатыр деп сенейік. Бұдан бөлек басқа да қырғын өзгерістер жасалған. Олардың тізімін мына кестеден көре аласыз. Осылардың ішіндегі тағы бір қызықты өзгеріс В дыбысына қатысты болған. Тағы бір сәтке елестетіп көріңізші. Егер совет экспериментаторлары В дыбысын мәжбүрлеп кіргізбегенде, қазіргі қазақ тіліне кез келген В-дан басталатын кірме сөз Б-ға ауысып отыратын еді. Нәтижесінде қазіргі қазақ тілінде мынандай сөздер пайда болар еді. Владимир, вирус, вектор, бақсина және тағы басқа. Сол кездегі және одан бұрынғы қазақ тілінде кірме сөздерді игеру қабілетінің мықты болғаны сонша, орысша вертячка деген мал ауруының атауын қазақтар бертәшкі деп бейімдеп алған. Керемет демей не бұл? Біреулер бұны сол кездегілердің тілдері келмеген ғой деп теріс жағынан түсіндіру мүмкін, ал біз бұны супер қабілет яки бірегей ерекшелік деп оңынан пайымдаймыз. Өйткені мұнда ерекшелік көптеген тілде бар, ал қазақ тілінде жойылып кеткен. Ақыр соңында жұрт бұның бәріне үйренісіп, бұл жазба дәстүрімізге айналу керек еді. Бірақ өкінішке қарай 1938 жылғы тіл реформасы қазақ тілінің тамырына балта шапты. Балта тұрмақ болгаркамен кесіп тастады. Пінейін латыны. Қытайдағы қазақтар латын әліпбиіне 1959 жылы көше бастаған. Әліпби 1965 жыл мен 1982 жылдар аралығында ресми түрде қолданылған. Бұл үрдіске Қытай үкіметінің саясаты мен идеологиясы себеп болған. Ол кезеңде Қытай үкіметі шағын ұлттардың жазуын бірыңғайландырып, социалистік идеологияны кеңірек тарату мақсатында түрлі реформа жасаған. Бұл тұрғыдан Қытай билігі КСРО үкіметінен үлгі алып отырғаны әмбеге мәлім. Яғни латын әліпбиін коммунизм идеясына сай келетін, прогрессив әрі заманауи жазу жүйесі ретінде қарастырған және соған сәйкес мынандай мақсаттарға жетуді көздеген. Ұлттарды біріктіру, түрлі этностар арасындағы айырмашылықтарды азайтып, ортақ жазу жүйесі арқылы біртұтас Қытай бірегейлігін қалыптастыру. Кеңес одағындағы түркі халықтарын латынға көшіру тәжірибесіне сүйеніп, Қытайдағы түркі халықтарын да араб графикасынан латынға көшіру. Идеологиялық бақылауды күшейту.
Латын жазу арқылы марксизм-ленинизм идеологиясы мен саяси мәтіндерді тарату, білім беру мен ақпарат алмасуды жеңілдету. Пінyin латын нұсқасы Қытай тілінің пінyin транскрипциясына негізделген болатын. Қазақ тілінің ерекшеліктеріне бейімделіп, 33 әріптен және 4 диграфтан құралған. Әліпбидің басты ерекшеліктеріне тоқтала кетейік. Әліпбиде Ш фонемасын латынның X таңбасы арқылы берген, А фонемасын кәдімгі Е таңбасы арқылы жазған, ал кәдімгі Е фонемасын қалпақшасы бар Е таңбасы арқылы белгілеген. Яғни ерекше деген сөз бұлай жазылатын болған, ал ырыс сөзі бұлай жазылған. Мұндай шешімнің өз қисыны бар. Ы мен Е фонемалары қазақ тілінде ешқашан бір сөз аясында кездеспейді. Сондықтан оларды екі түрлі дыбыс үшін шатаспай қолдана беруге болады. Көзің үйреніп кетсе болғаны. Әліпбиде одан бөлек диграфтарда болған және жаңа әліптен ілесіп келген мына құбыжықта болған. Дегенмен Қытай қазақтары екі топқа бөлініп, үлкен жастағы адамдар Ахмет Байтұрсынұлының араб негізіндегі әліпбиін қолдануды жалғастырса, жастар латын әліпбиін қолданған. 1966-1976 жылдар аралығындағы Қытайдағы мәдени революцияның әсерінен латындандыру жобасы толық аяқталмай қалған. Өйткені Мао Цзедун көкеміз латындандыруды әсіре ұлтшылдыққа теңеп, Қытайдың біртұтастығына әсер етеді деп шешкен. 1982 жылы латын әліпбиін қолдану ресми түрде тоқтатылып, 1984 жылы Қытайдағы қазақтар қайтадан бұрынғы төте жазуға оралды. Байқасаңыз, пінйинде де бұрынғы жаңа әліпбиде де латынның W таңбасы көп қолданылған. W таңбасы латынның C таңбасымен қатар 2021 жылғы соңғы латын нұсқасында дискриминацияға ұшырап шеттетіліп қалған еді. Егер әліпбидің басты принциптерінің бірі оқуға қолайлы, яғни құйрықша белгілері жоқ таңбаларды қолдану десек, онда дәл осы қосымша белгілері жоқ, бір тұтас қойылған екі таңбаны латынға қайтаруымыз керек екені айдан анық емес пе? Өзіңіз байқағандай 1920 жылдар әртүрлі латын эксперименттерінің кезеңі болды. Қазақ зиялылары коммунизм идеалдарын жүзеге асыру үшін тапжылмай жұмыс істеп, 1929-да жаңа әліптің бірінші нұсқасын жасап шығарды. 1930-дарда коммунизм идеал, бірақ адамдар идеал емес екені кенет анықталып, ғалымдар латынды қайта қарастыруға кірісті. Ақырғы 1938 жылғы латын реформасының нәтижесінде қазақ тілі орыс тіліне барынша жақындатылды. Орысша сөздер тура орыс тіліндегідей жазыла бастады. Әліпбидегі әріптер саны артып кетті. Қазақша сөздердің жазылуының өзінде көптеген екідайлы тұстар пайда болды. Ақыры бұл реформа 1940 жылы енгізілген Кирилл әліпбиінің емлесіне негіз болып, Кирилл енгізілгеннен кейін қазақ тілі толықтай орыс тілінің ықпалына түсті. Сөйтіп болған іс болды, әліппесі сіңді. Қазіргі қазақ тілі сол кездегі сұрапыл реформалардың нәтижесі. Бірақ бұл қазақ тілінің құдіретін кішірейте ме? Қазақ тілі бұдан жойылып кетті ме? Жоқ. Бірақ қазақтар латын құрастырудан әлем чемпионына айналды. Сосын ақыры қазақ тілі 70 жылдық құрсаудан шыққаннан кейін қайта жандану кезеңі басталды. Және осы жаңа кезеңнің қаһармандары сол өткен тарихтан сабақ алып, жақсысынан үйреніп, жаманнан жирене білу керек. Бірақ ол енді мүлде басқа хикая.